Сәлем достар, бүгін сіздермен американдықтардың сүйікті сорпасын жасаймыз. Оған чеснокты осылайынша езіп алып, оны майдалап тураймын. Сырды үккіштен өткізіп аламын. Оны азырақ уақыт холодильникке қойып қойдым жақсы өту үшін. Қызып тұрған майға пиязды жақсылап қуырып аламыз. Қызартып пиязымызды осылайынша қуырып алдық, әдемілеп. Енді оның үстіне чесногымыз салып, оны да жақсылап қуырамыз. Күйіп кетпеу үшін әлсін араластырып тұрамыз. Енді оның үстіне азырақ ұн салып, оны да жақсылап қуырамыз. Осылай түбіне қатып қалмау үшін араластырып тұруымыз керек. Енді дайындап қойған бульонды оның үстіне құямыз. Қазанды қайта араластырып тұру керек, өйткені астына қатып қалуы мүмкін. ұн болғандықтан артынан паприка салып, оны да жақсылап араластырамыз. Енді үстіне қара бұршымызды саламыз. Сөйтіп оны да араластырамыз. Қазанымыз қайнап жатыр. Енді сәбізімізді үккіштен өткізіп, оны да дайындап қоямыз. Дайын болған сәбізімізді қазанға салып, оны араластырамыз. Қазанның астын жай отқа қоямыз, ақырындап қайнай берсін деп. Енді цветная капустаны дайындаймыз. Оны бөлшектерге бөліп, майдалап, ұсақтап тураймыз. Цветной капустаны осылайынша ұсақтап турап алдық. Енді қайнап тұрған қазанымызға цветная капустаны 15 минутқа қайнатамыз. Қақпағын жауып, ақырын отта қайнатып қоямыз. Қазанымыз 15 минут қайнады. Енді оның үстіне сүтімізді құйып, оны да қайнатамыз.
Осылайынша жақсылап араластырып тұрамыз. Оның үстіне 5 минут қайнатып алған соң, оның үстіне сиырды салып, оны да 5 минут қайнатып аламыз. Осылайынша араластырып тұрамыз. Мінекей тамағымыз дайын болды. Өте дәмді американдық сорпа дайын болды. Американдықтардың сүйіп жақсы көретін асы. Міне американдық сорпамыз дайын болды. Өте дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер де видео сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, подписация етуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.